Кісімсінбеу, кішірею, кісілік. Көңіліңде сіз қалдырған пендені кеше білу, түсініп. Тікенектер арасында раушан гүл құлпырады, жұпар иісін ұсынып. Судан таза, сүттен ақтай елгесін. Айтқан менен қатесі көп пендесің. Сен біреудің көрген менен күнәсін, көрген жоқсың тәубесін. Жүрек деген қасиетті орын бар. Себебі онда махаббат бар, сенім бар. Қағбадағы қара тасты алатындай сындырып, жүректерді қысқыштайын қорыңдар. Шын бақытқа жеткізетін жол біреу, адамзаттың бәрін сүйіп ел жүреу. Дәрістер бар үйренбеген біз әлі, алғашқысы ренжітпеу, ең соңғысы ренжімеу. Жас балаша қуандың ба себепсіз, көбелекке тамсандың ба себепсіз, сүйіктіңе гүл алдың ба себепсіз, таңда тұрып ән салдың ба себепсіз, бір адамды шын күттің бе себепсіз, қалын сұрап хат жаздың ба себепсіз, бақытыңды жырғып күнде себепсіз, бар сырыңды ақтардың ба себепсіз, бейтанысқа сәлем беріп себепсіз, күлімдеуді үйрендің бе себепсіз, айналаңа көңіл бөліп себепсіз, көрші әжеге сый бердің бе себепсіз, себептерге толы өмірді себепсіз, сүре білу, сүйе білу керексіз. Мен әлемді көрмеймін сен сияқты, сен әлемді көрмейсің мен сияқты. Бірімізді біріміз түсінбеудің себебі сол сияқты. Бай емеспін сезімге сен сияқты. Бай емессің төзімге мен сияқты. Бірімізді біріміз түсінбеудің себебі сол сияқты. Сенің көзің суалмас көл сияқты. Менің көзім қуарған шөл сияқты. Бірімізді біріміз түсінбеудің себебі сол сияқты. Ешкім мені сүйе алмас сен сияқты. Ешкім сені сүйе алмас мен сияқты. Біз екеуміз айтқызбай түсінетін жалғыз ақ сол сияқты. Махаббаттың мың жырымен жүз әнін жүрсек тағы жатқайтып, шын сүюді үйренбедік біз әлі. Сезім деген ол сыр ғой сақтайтын, жүректің бір түкпірінде тереңде. Жоғау сірә керегі, сүйемін деп жар салудың әлемге. Шын махаббат болады үнсіз себебі. Ақындардың сезім жайлы жырларын жүрсек тағы біз айтып. Білесің тек бірдеңенің тұрғанын ақ жүзіңді қызартып. Үнсіздігің жетелеп сан сұраққа, ол сен оны сүймейсің деп ойлайтын. Оған деген сезіміңді бірақта ақ жүзіңнің қызарғаны қойдайды. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздерге Данияр Жігітбектің бірқатар таңдаулы өлеңдерін ұсындық. Егер ұнап жатса, лайк басып жақындарыңызға жіберіп қойыңыздар, каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.